Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендерім, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз кешкі асқа тауық етінен, яғни тауықтың фаршынан котлет жасап үйренеміз. Құрметті көрермендер, видеоның басынан соңына дейін менімен бірге болыңыздар, бірге жасап үйренейік. Ал достар, бүгінгі біздің кешкі асымызға қажет батон нан қажет болады бізге. Жуамыз, бір жуа қажет. Маргарин 200-300 граммдай маргарин қажет болады. Және тауықтың фаршы қажет болады. Укроп, тұз, қара бұрышымыз қажет болады. Ал ондай болса, ең бірінші біз батон нанымызды пісірейік. Батон нанымыздың қабығын ашып тастаймыз полностью. Бөлек қойып қоямыз. Қабығын суға салып, аздап жібітіп аламыз. Қабығын суға салып жібітіп алдық, аздап. Енді осы нанымыздың жаңағы қатты жері болады, соны сығып фаршымызға саламыз. Фаршымыздың үстіне жуамызды теркадан өткіземіз. Жуаларыңызды отдельно чашкаға өткізіп алыңыздар. Сулы болса, суын через сито сүзіп, фаршымызға саламыз. Мінекей, құрметті көрермендер, жуамызды теркадан өткізіп алдық. Енді тұзымызды, қара бұрышымызды саламыз. Тұздан бір чай қасық болса жетіп қалар. Жетпей атса қоса салу оңай. Қара бұрыштан тоже бір жарты чай қасық. Енді жақсылап бәрін араластырып аламыз. Достар, фаршымызды, яғни жуамызды бәрін салып жақсылап араластырып алдық. Енді ішіне 2 жұмыртқамыз саламыз. Тағы да жақсылап тұрып араластырып аламыз. Құрметті көрермендер, егер де сіздердің фарштарыңыз қатты сұйық болып жатса, яғни ішіне кәдімгі панировочный сухари салып қоюлатып алсаңыздар болады. Қазір біз енді оның жағдайын қараймыз. Бірінші жұмыртқамызды салып жақсылап араластырып алайық. Мінекей, құрметті көрермендер, біздің фаршымыз дайын болды. Тауық етінен қатты қою емес, қатты сұйық емес, орташа жағдай. Сухари китін қосудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Егер қатты сіздерде жақсы сұйық болып жатса, онда қоссаңыздар болады. Ал құрметті көрермендер, келесі бізде батон нанымыздың ортасы бар ғой, яғни. Сол ортасын майда көбік етіп турап аламыз. Ол не үшін қажет десеңіздер, қазір менімен бірге видеоны аяғына дейін көрсеңіздер, бәрін түсініп біліп аламыз. Мінекей, осындай майда көбік қылып бәрін турап алайық. Мінекей, құрметті көрермендер, батон нанымызды майда көбіктіп турап алдық. Енді келесі бізде укропымызды жақсылап жуып алдық. Енді укропымызды майда етіп тураймыз. Қатты сабақтарын алып тастайсаңыздар, олар қажеті жоқ бізге. Мінекей, енді осы бір чашкаға салып алайық. Ал достар, келесі енді бізде маргарин дейді. Маргарин бір бөліп алайық дағы. Осындай кусоктар керек бізге, осындай кусоктармен кесіп аламыз.
Мінекей маргаринімізді осындай кусокпенен турап алдық. Ал құрметті көрермендер, келесі бізге жұмыртқа қажет болады. Жұмыртқамызды мынандай кішірек чашкамызға салып, мінекей жұмыртқамызды дайын. Ал құрметті көрермендер, енді біз келесі жасайтын жұмысымыз, мынандай чашкаға су алып алыңыздар, су қажет болады. Укроп майымыздың бәрін жақынға қойып алайық. Мынандай майларыңызды мына зеренге майымызды аударып аламыз. Бұлай бәрін аударып аламыз, майдың бәрін. Енді қолымызды суға салып, біз котлеттің формасын жасау керекпіз. Котлеттерімізді алып, ішіне жаңағы укропқа малынған майымызды саламыз. Ішіне жаңағы майға, зеренге, яғни укропқа салынған майымызды салып, көрінбейтіндей етіп, барлық жан-жағын жауып қоямыз. Енді осы котлетімізді, біздің жұмыртқамыз бар ғой, езілген, соған саламыз. Салып, аунатып, және мына батон нанымыз бар ғой, майда. Соған аунатамыз былай. Батон нанымыздың барлық нелері жабысу керек сыртына. Котлет ежик, көрдіңіздер ме? Осылай бәрін жасап шығамыз. Мінекей достар, бәрін осындай қылып жасап шығамыз. Бірінші жасап алайық, ары қарай қуыру әдісін бірге көреміз. Ал келесі бізде сковородкамызға, яғни майымызды құйып аламыз. Мінекей достар, майымызды жақсылап қыздырып алдық. Енді осы қызған майымыздың үстіне жаңағы котлеттерімізді жақсылап салып қуырып аламыз. Котлеттеріміздің түрін бір көрсетіп жіберейін сіздерге. Мінекей, көрдіңіздер ғой, Қызыл-қызыл болғанша қуырып аламыз котлеттерімізді. Мінекей құрметті көрермендер, қуырып алдық. Қызыл-қызыл болып бізді. Енді осы котлеттерімізді противеньге саламыз. Яғни, бұлай біз противен дайындап алдық. Қуырылған котлеттерімізді алып, противенді майлаудың ештеңкесі жоқ, пергамент қағазын салып, қуырылған котлеттерімізді противенге салып, духовкаға, яғни 180 градуста 30 минут тағы да қойып аламыз. Мінекей құрметті көрермендер, біздің котлеттеріміз пісті, яғни тауық етінен, тауықтың фаршынан жасалған котлеттеріміз түрлерін мінекей. Қараңыздар, қандай керемет. Ал достар, құрметті көрермендер, менің бүгінгі жасаған котлеттеріміз дайын. Қараңыздар, міне тауықтың фаршынан дейді жасалған. Ал ондай болса дәмін көрейік. Мінекей достар, ортасына жаңа май салдық. Майын көрдіңіздер ме, қалай салғанымызды. Мінекей ортасы осындай болып шығады. Майының бәрі еріп кетеді дағы. Яғни көк шөп қана, жаңағы укропымыз ғана қалады. Қараңыздар, мінекей. Дәмін қолымен ақ көре берейік. Бісміллә. Нәзік, өте дәмді.
және құрғақ емес, сочный болып піскен. Дәмі енді керемет. Керемет, жасап көріңіздер. Сыртындағы наны қатырлап тұр. Керемет, достар. Жасап көріңіздер. Қатты қиын, ештемесі жоқ, өте оңай. Бұл тағамды мен осыдан бір 7 жыл бұрын жасағанмын. Бір аз уақыт болды, жасамай кеттім. Осы бүгін жасап сіздермен бөліскім келді. Дәмі бүгін ерекше күшті шыққан, керемет. Құрметті көрермендер, менің каналыма тіркеліп, лайктарыңызды басып, комментарияларыңызды жазуды ұмытпаңыздар. Мен сіздермен қоштаспаймын. Келесі көріскенше сау саламатта болыңыздар.